балалар, отыра қойыңдар. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің топтық жұмысымыздың тақырыбы жастар және құқық деп аталады. Енді бүгінгі біздің жұмысымыздың негізгі мақсаты, өздерің білесіңдер, қазір қоғамда алаңдатып отырған көптеген жайттардың бірі бұл жастар арасындағы, жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Біз енді осы бүгінгі жұмыстың барысында, топтық жұмыстың барысында осы құқық дегеніміз не, міндет дегеніміз не, заң дегеніміз не, жалпы осы заң алдындағы жауапкершілікті біз қалай түсінеміз, осы барысында барлығымыз бірлесе отырып жұмыс жасаймын. Бүгінгі жұмыс барысында сіздерге сәттілік тілеймін, бірігіп жақсы жұмыс жүргіземіз деп ойлаймын. Енді балалар, адам баласы шыр етіп жерге дүниеге келгеннен бастап, оның денсаулығын, өмірін, тыныштығын қорғайтын белгілі бір заң бар екен. Ең алғашқы осындай аса маңызды құжат 1949 жылы, мына жерде сіздер көріп отырсыздар, 48 жылы 10 желтоқсанда адам құқығының жалпыға бірдей декларациясында қабылданған екен. Келесі бір, сіздердің осы өмірлеріңізге ең бір құнды құжаттардың бірі 1989 жылы 20 қарашада қабылданған дүниежүзілік балалар конвенциясы. Бұған 191 мемлекет қол қойып отыр екен. Міне осы құжаттың негізінде 2002 жылы елімізде Қазақстан Республикасында да балалар құқығын қорғау туралы арнайы заң қабылданды. Бұл заң 9 тараудан және 53 баптан тұрады. Енді бүгінгі жұмысымызда мен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біз өз заңымызды қалай құрметтеуіміз керек? Біз өзіміздің рәміздерімізді, ел таңбамызды, әнұранымызды, туымызды қалай құрметтесек, біз ата заңымызда солай құрметтеу біздің парызымыз дейтін сөзмен бастағым келіп отыр. Ендеше бүгін бізде екі топ жұмыс жасайды. Бірінші бізде әділет тобы, екінші бізде ақиқат тобы. Қазір сіздерге бірінші тапсырма, топ болып ойласып, өзіміздің алға қойған ұранымызды белгілейміз және топ жетекшісін сайлап аламыз. Сіздерге де солай. Топ жетекшісінің міндеті бүгінгі жұмыстың барысында осы жұмысқа қатысқан барлық оқушыларды 1, 2, 3 деген ұпаймен бағалап отырады. 1 деген ұпай бұл қанағаттанарлық, 2 деген ұпай жақсы, 3 деген ұпай өте жақсыны білдіреді. Осы жұмыстың нәтижесінде біздің топ мүшелері қалай жұмыс жасаған біз жұмыстың соңынан білемін. Сіздерге сәттілік тілеймін. 1 минут уақыт берем. Ойласып алыңыздар. Топтың атын, ұранын және ережесін еске түсіріп өтейік. Қане ойласақ. Ойласып аламыз. Қане, дайынбыз ба, балалар? Ендеше әділет тобына сөз береміз. Топ жетекшісі. Біздің тобымыздың аты әділет. Біздің ұранымыз әділет Қазақстан үшін тек қана алға. Өте жақсы. Рахмет сіздерге. Ақиқат тобына сөз береміз. Топ жетекшісі. Тобымыздың аты ақиқат. Біздің ұранымыз Ақиқатты қолдаудан ешқашан біз талмаймыз. Өте жақсы балалар. Енді кішкене біз жаңа ойымызды сергіту үшін екі топқа да мен жылдам сұрақтар дайындап келдім. Қазір осыған назар аударып отырайық. Егер әділет тобы жауап бере алмаған жағдайда ақиқат тобының жауап беруге мүмкіндігі бар. Бірақ бірінші әділет тобының жауаптарын күтеміз. Назар аударайық. Әділет тобының сұрақтары. Бірінші, Конституция сөзінің аудармасы қандай? Ойланамыз. Конституция сөзінің аудармасы қандай? Кәне? Кәне, жауап бере ғой? Жоқ, тағы да сәл жақындайық. Бар ма жауап? Әділет тобы. Кәне, жауап береміз дейді. Жоқ. Барлар, Конституция сөзінің негізгі дұрыс жауабына назар аударайық. Бұл құрылым, өкілім дейтін жауапты береді екен. Мұқият тыңдап отырамыз. Келесі сұрақ. Келесі сұрағымыз. Қазақстан Республикасындағы биліктің бірден-бір бастауы? Халық. Тамаша. Келесі сұрағымыз. Республика заңдары қай кезде күшіне енеді? Қай кезде заңдар күшіне енеді? Бірінші әділет тобының сұрақтары. Адамның құқығы бұзылған кезде. Жоқ. Қай кезде күшіне енеді? Жаңа заңды қабылдаған кезде. Заң қабылданды. Енді ол қай кезде күшіне енеді, балалар? Президент қол қойған күннен бастап күшіне енеді екен. Келесі сұрақ. Егемендік алғанға дейін Қазақстан Республикасында Конституция қанша рет қабылданды? Неше Конституция қабылдандық? Әділет? Бар ма? Бар ма? Кәне? 2 рет қабылданды. Дұрыс. Ақиқат тобы жауап берді. Сіздерде бір ұпай жоқ.
1993 жылы және 1995 жылы қабылданған екен. Келесі республикадағы жоғарғы заң шығарушы орган аты? Парламент. Өте тамаша. Келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы қанша тараудан тұрады? Әділеттікі кәз. Қанша? Ақиқат тобы? Жоқ. Қасым ханның 5 тараудан тұрады. Тамаша. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы өзінің қандай мемлекет ретінде орнықтырды? Біз қандай мемлекетпіз, балалар? Демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекетпіз. Дұрыс, толық емес жауап, бірақ қабылдаймыз. Келесі жылдам сұрақтар сіздерге беріледі. Ақиқат тобы, назарларыңызды аударыңыздар. Сіздерге қойылатын бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қашан қабылдады? Өте тамаша. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының төл теңгесі қашан қолданысқа енгізілді? Қашан? Кәне? 15 қарашада. Тамаша. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы заң қай жылы қабылданды? Рәміздер туралы заң. Күн білеміз ғой? 1992 жылы 4 маусымда. Есте сақтаймыз. Рәміздер туралы деп сұрап тұрмыз. 7 жарғыны қабылданған қазақ ханы? Тәуке хан. Балалар, ойланып барып, асықпаймыз, ойланып жауап береміз. Келесі сұрақ. Бала құқықтары туралы конвенция қашан қабылданды? Жаңа айтып кеттік сөзімізде. Қашан қабылданды? Өте тамаша жауап. Кішкене сергіп алып, біз құқық туралы, заң туралы не білдік, ойымызды жинақтап алдық деп ойлап отырмын. Енді екінші тапсырмамыз, балалар, сіздер қазір постер қорғайсыздар. Сіздерге 10 минут уақыт берем, бірақ мүмкіндігінше тез қимылдайық. Ақиқат тобына сен өз құқығыңды білесің бе деген тақырыптық жұмыс қорғаймыз. Өз ойымызды жақсылап келтіреміз. Әділет тобы, сен өз міндетіңді білесің бе? Міндет пен құқықтың ара жігін ажыратайық. Осы бағытта жұмыс жасаймыз. Уақыт өтіп кетті. Бастаймыз жұмысымызды. Топпен жұмыс жасаймыз, ойласамыз. Ақиқат тобын ортаға шақырамыз. Ақиқат тобына берілген сұрақ ол сенің құқығың қандай деген өз құқығыңды білесің бе деген тақырып болатын. Және де біз осы алма ағашын салу арқылы әрқайсымыз өзіміздің құқығымыз қандай екенін айтқымыз келген болатын. Біздің құқығымыз тегін білім алуға құқығымыз, біз салауатты өмір салтын ұстануға құқығымыз, және де әрқайсымыз өз отанымызды қорғауға құқығымыз, әрқайсымыз тегін білім алуға, тегін емделуге құқығымыз деп айтқымыз келеді. Және де өздеріміз көріп тұрған мына бір қолдар, бұлар біздің барлық топпен ұйымшыл қасиетімізді көрсету арқылы барлығымыз атсалысып істегенімізді көрсете аламыз. Және де осы бұл постерді қорғаған біздің топ ақиқат тобы. Мүшелеріне көп рахмет айтамыз. Енді олар қаншалықты тақырыпты ашалды. Қазір оны біз 2 жұлдыз бір тілек барысында тағы да білетін боламыз. Рахмет оқушылар, орындарыңызға отыра қойыңыздар. Әділет тобына берілген тапсырма балалар, сен өз міндетіңді білесің бе деген тақырып болатын. Қазір әділет тобының мүшелерін ортаға шақырамыз. Балалардың қалай жұмыс қорғайтынына қарайық. Ұсыныстарымызды соңында 2 жұлдыз бір тілек бойынша айтатын боламыз. Біздің тобымыз ол әділет тобы, біздің бүгінгі ұранымыз әділетті Қазақстан үшін тек қана алға. Енді бүгін бізге берілген тапсырма ол сен өз міндетіңді білесің бе? Яғни біз өз міндеттеріміз туралы айта кетейік. Біздің міндеттеріміз ол білім алу, тәрбиелі болу, жеке тұлға болып қалыптасу, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, патриот болу және де отанға өз септігін тигізу. Енді біз бұл жерде жаңағы қолдарды салған себебіміз ол біздің тобымыздың ұйымшылдығын және де бірлігіміздің жарасқандығын білдіреді. Бір жұдырықтай болып ұйымдасып, барлығын бірге істегенімізді білдіреді. Ал күнді салған себебіміз осы Қазақстанның күні жарық болып, әрдайым барлық аспанымызға күніміз жарық болып, әрдайым бәріміз күліп жүре берейік. Әділетті Қазақстан жасасын.
әділет тобына көп-көп рахмет айтамыз. Сіздерге рахмет, орындарыңызға баруларыңызға болады. Балалар, жаңағы қорғаған постерлеріміз бойынша топтық жұмыстың келесі бөлімі 2 жұлдыз 1 тілекке кезек берейік. Әділет тобының 2 жұлдыз 1 тілегі. Бірінші жұлдызымызға келсек, сіздердің постерлеріңіз өте көркем. Сіздердің постерлеріңіз өте көркем, әрі өте жинақы болды. Ал екінші жұлдызымызға келсек, сіздер өте бірлесіп, әрі өте ұйымшылдықпен жұмыс істедіңіз. Ал ұсынысымызды айтсақ, сіздер осы өздеріңіздің құқықтарыңыз жайлы мәліметті кішкене толықтырсаңыздар екен. Өте жақсы. Бексұлтан, өте жақсы. Қабылдаймыз ба? Ақиқат тобы, Бақдәулеттің айтқан ұсыныс-тілегін қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз, рахмет. Кезекті енді ақиқат тобына береміз. Бүгінгі әділет тобына айтылатын бірінші жұлдызымыз, олардың презентациялары өте тамаша болды, ал екінші жұлдызымыз олар мазмұнды айтты. Алайда олар жаңағы тақырыпты әлде де аша түскенде болар еді. Өте жақсы. Ұсынысты қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, бүгін біз өзіміздің құқығымыз, міндетіміз жөнінде жаңа өздеріңді мен кішкене толықтырып кеткім келіп тұр. Ендеше кішкенен экранға назар аударайық. Мәди, назар аударайық. Біздің қандай міндеттеріміз және қандай құқықтарымыз бар екен. Сіздер бірсыпыра тоқталып өттіңіздер. Бала өз ата-анасын білуге құқысы бар екен. Өмір сүруге, отбасында өмір сүріп тәрбиеленуге, сөз, ар-ождан бостандығына, аты жөнін, ұлтын білуге, азаматтыққа, өз пікірін білдіруге, салымдар салып оны пайдалануға, балалар қоғамдық бірлестігіне қатысуға, сыйлыққа, мұраға алған заттарға жеке меншік құқығы бар екен. Адамның қадір қасиетіне, қол сұғушылықтан қорғануға, мамандық таңдауға құқымыз бар екен. Мәдени және шығармашылық өмірге жан-жақты қатысуға және авторлық құқықты жүзеге асыруға, сонымен бірге сабақтан бос уақытта еңбек етуге. Егер біздің жасымыз 14-ке толса, жұмыс беруші менен ата-анамыздың келісім шарты арқылы біздің еңбек етуге де құқығымыз бар екен. Бұны да алдағы уақытта сіздердің біле жүргендеріңіз жөн деп ойлап отырмын. Енді жұмысымызды одан әрі жалғастырайық. Жалпы бүгін құқық, міндет, заң деп айтылып жатыр. Бірсыпыра біз термин сөздермен танысып жатырмыз. Сіздерге қазір сөздікпен жұмыс жасайын деп тұрмын. Назарларыңызға алып жүріңіздер. Біз күнсаққа декларация деген сөзді бірнеше мәрте айтып кеттік, бірақ осы декларация деген сөзіміздің мағынасы не екен? Тараптар мақұлдаған жалпы принциптер мен мақсаттарды қалыптастыратын салтанатты акт дейді. Енді міндет дегеніміз не? Біз күнсақ айтып жатырмыз. Құқық дегеніміз не? Міндет дегеніміз не деп жатырмыз? Адамдар бұлжытпай орындауға тиісті тәртіп пен қарым-қатынасқа қойылатын талап. Бұның да өзінің анықтамасы бар екен. Құқық дегеніміз не? Қоғамдағы адамдардың өзара қарым-қатынасын реттеп отыратын, мемлекет белгілеп қорғайтын нормалар мен ережелер жиынтығы. Осы нормаларды зерттейтін ғылым екен. Сонда құқық деп отырғанымыз белгілі бір ғылымның саласы екен, назарда ұстайық. Енді мораль дегеніміз не, балалар? Біз енді жасөспірім кезеңдеміз. Үлкен өмірге қадам басқан сайын осы сөзбен біз жиі кездесетін боламыз. Мораль адамның іс әрекетіндегі қайырымдылық пен зұлымдық, әділдік пен әділетсіздік және тағы басқа тұрғысынан реттеп отыратын нормалар мен принциптер жүйесі екен. Міне осындай сөздіктерді сіздер алдағы уақытта назарда ұстап жүргендеріңіз дұрыс болады. Енді біздің Қазақстан Республикасында балалардың құқықтары қандай заңдарда қорғалады екен? Бұл азаматтық кодексте, бала құқықтары туралы конвенцияда, Қазақстан Республикасының Конституциясында және баланың құқы туралы декларациясында, сонымен бірге неке және отбасы деп аталатын белгілі бір заңда сіздердің құқықтарыңыз қорғалады екен. Енді осы құқық пен міндетке байланысты балалар, біз нені білуіміз керек? Осыған назар аударайық, тағы да экранға назар саламыз. Біздің қай жерде құқығымыз бар? Құқығымызды білуіміз керек. Қай жерде міндетімізді білуіміз керек? Және ол қандай жағдайда оқушы ережесімен шектелген екен? Сабақ уақытында досыңмен әңгімелесіп отырсың. Өйткені сен сөз бостандығына құқым бар деп есептейсің. Кім жауап береді? Сабақ үстінде сөйлесіп отырсың. Менің құқым бар сөз бостандығына деген сенде ой бар.
Дұрыс па осынымыз? Кім жауап береді? Тағы да тағы Мәди, жауап берші. Сабақ уақытысында сен өз досыңмен сөйлесіп отыруға құқығың жоқ. Өйткені сен қасындағы досың сабақты түсінуіне кедергі жасайсың. Және де сен өз оқушы құқығыңды сақтап, басқаларға да кедергі жасамау керексің. Біз досымызбен қай кезде сөйлесуімізге болады сонда? Сабақтан тыс уақытта, бос уақытымызда. Өте жақсы Мәди. Отыра ғой, ендеше балалар назар аударайық. Біздің сөз бостандығында шын мәнінде құқымыз бар. Бірақ ұстазды сыйлау міндеті, оқушыларға кедергі келтірмеу міндеті, өзіңнің білім алу міндетіңнің бар екенін сендер ұмытпауларың керек. Құқық оқушы ережесімен шектелгенін әрқашан есте ұстаймыз. Келесі сұраққа назар аударамыз. Бұл енді бізде қазір оқушылар арасында көп проблема тудырып жатқан, қиындық тудырып жатқан, дау тудырып жатқан сұрақтардың бірі балалар. Сабақта ұялы телефон арқылы музыка тыңдап отырдың. Өйткені сен мәдениет жетістіктерін пайдалануға құқым бар деп есептейсің. Осы сұрақ жөнінде сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Кәне, Жанерке? Біз сабақ үстінде ұялы телефон ұстауға құқылы емеспіз. Себебі біз өзіміз музыка тыңдап отырған кезде жанымыздағы адамдардың ойын бөлеміз. Ал былайша келгенде болашақта біздің денсаулығымызға өте зиян болып келеді. Ондай сабақ үстінде ұялы телефон ұстау біздің мектепте кездеспейді. Себебі бізде сабақтың үстінде ұялы телефонымызды жинап алады, Енді балалар, келесі әлі. Біздің мәдениет жетістіктерін пайдалануға құқымыз бар, бірақ біз мектептің ішкі тәртіп ережесін сақтауымыз керек. Барлық мектептерде де ішкі тәртіп ережесінде сабақ үстінде ұялы телефон ұстауға оқушыларға тыйым салынған. Сонда біз құқығымыз бен міндетіміздің ара жігін ажырата алдық па, балалар? Ажырата алдық деймін, Балалар, сендер білесіңдер ма? Жалпы қазір сендер баспасөзден де, теледидардан да көп білетін жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық, мен бағана кіріспе бөлімінде де айтып кеттім, кең етек алып отыр деп. Осы жағдайлардың бірден біреуі біздің осы заңды, болмаса құқығымыз дұрыс білмейтіндігімізден болып жатады екен. Алдағы уақытта мен сіздерді осы бүгінгі айтылған барлық ережелер, айтылған құнды деректер, мәліметтерді назарларыңызда ұстап жүрулеріңізді өтінемін. Өйткені бұл өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар кездеседі. Бүгінгі құқық та, міндет те, тәртіп те, заңда осы айтылған пікірлер, жауаптар сіздерге кәделеріңізге жарайды деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе бірнеше ереже шығардық деп ойлап отырмын. Соған назар аударайық. Біздің міндеттеріміз, яғни күнзаққа сіздер айттыңыздар, біз білім алуға міндеттіміз. Мектепте оқығаннан кейін, оқушы болғаннан кейін біз тәртіпті сақтауға. Әрбір мектептің өзінің ішкі тәртіп ережесі бар. Сол ішкі тәртіп ережесіне сәйкес сабақ үстінде ұялы телефонды ұстап, басқаларға кедергі келтірмеуге, үлкендерді сыйлауға. Үлкендердің ішінде біздің ата-аналарымыз бар бірінші, ұстаздарымыз бар. Кез келген біз танитын, біз танымайтын үлкен кісілерді сыйлау кіші болғаннан кейін біздің міндетіміз болып саналады екен. Сонымен бірге біздің ана тілімізді сақтауға, қорғауға, әрдайым таза ұқыпты жүруге, мектептегі түрлі қоғамдық бірлестіктерге қатысу арқылы қоғамдық жұмыстарға белсене араласуға, зиянды әдеттерден аулақ болуға, яғни темекі шегуге, спирттік ішімдіктерден аулақ болуға біз міндетті екенімізді еш уақытта ұмытпайық. Сонымен бүгінгі біздің бірінші ережеміз бұл міндетсіз құқық жоқ. Келсеміз бе? Келсеміз. Өзіңе тілемейтінді басқаға да тілеме дейтін екінші ережені шығарайық, Адам өзіне не тілейді, балалар? Тек қана жақсылық тілейді. Өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге де не тілеу керек? Жақсылық тілеу керек. Жақсы. Үшінші ережеміз, сенің құқығың басқалардың құқығы басталатын жерде не істеледі? Шектеледі. Яғни біз өз құқығымызды сақтаймыз деп, өзгеге зиянымызды тигізбеуіміз керек. Біздің қасымызда бізден басқа да жандардың жүргенін ұмытпауымыз керек екен. Бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін сіздерге көп-көп алғыс айтамын. Қатысқандарың үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.